Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қазан кебап тамағын дайындайтын боламыз. Дәмі өте ерекше, әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Етті осылай үлкен етіп турап аламыз, және картоптың сыртын тазалап, жуғаннан кейін салфеткамен құрғатып сүртіп алатын боламыз. Және табаға сұйық майды молырақ құйып, сұйық майды қатты қыздырып, қатты отта картоптың сыртын қызартып алатын боламыз. Және еттің де сыртын дәл солай қызартып алатын боламыз. Картоптың үстіне паприка және зира саламыз, және еттің үстіне қара бұрыш және зира салып араластырамыз. Табадағы артық сұйық майды құйып аламыз, және кішкене мөлшерде сұйық майды қалдырып, етті және картопты қайтадан саламыз. Дәміне қарай тұзын саламыз, және кішкене мөлшерде су құйып, бетін жауып 1,5 сағатқа астын басып қалдыратын боламыз. Тамақ өзі дайын болады, өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.